Телефонсыз өмір мүмкін емес күйге жетті. Көзін ашқан баладан еңкейген қарияға дейін телефон. Бірақ ең ауыры телефонның оқушыларға зияны. Мектепте телефон шұқылаған оқушылардың зейінінің шашырағаны ешкімге жасырын емес. Әлем елдері мектепте телефонды шектеп тастады. Бұрын шығыс елдері, Қытай, Жапония, Сингапур сияқты мемлекеттер телефонды шектесе, биыл оның қатарына ақш сияқты алпауыттар да қосылды. Ал бізше мектепте телефонды шектей аламыз ба? Әрине, Қазбілім ұлттық лицейлері бір жылдан бері мектепте телефонсыз өткізеді. Яғни таңертең балаларың 8:30-да келгенде телефон жинап аламыз, кешке жақын сабақ біткенде қайтарып береміз. Телефонсыз бала адами қарым-қатынас, өзара диалог, балаша асыр салып ойнау, қимыл, қозғалыс. Бұл Қазбілімде көріп жүрген күнделікті телефонсыз өмірдің пайдасы. Жалпы балаларды отбасы емес, мектеп емес, телефон тәрбиелеп жатқандығын бұл қоғам ауық-ауық көтереді. Бірақ шешімі қалай болмақ? Біз сіздермен бірге балаларға телефонды тиімді пайдалану, дұрыс бағытқа қолдану жолдарын іздегіміз келеді. Сіз не ойлайсыз? Балаға телефон қаншалықты зиян? TikTokта телміріп, ВКонтактте қаңғырып, Инстаграмда тентіреп жүрген жоқпыз ба?